Жақсы. Біздің арамызда салық комитетінен Әсел ханым отыр. Енді жалпы біздің жаңа кәсіп бастап жатқандарға, жас кәсіпкерлерге қандай да бір салықтың жеңілдіктері бар ма? Осы турасында айтып кетсеңіз. Жас кәсіпкерлерге бұған дейін ешқандай жеңілдіктер болмаған. Алайда президент жарлығымен осы 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап мораторий жарияланды. Ол мораторийға микро және шағын бизнес өкілдері және арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілер ғана жатады. Оның ішінде қызмет түрлері бар. Ол жер қойнауын пайдаланушылар, банк саласы бойынша охранное агентство, которые 16 қызмет түрі бар, осы мораторийға жатпайтын. Оларға жеңілдіктер жоқ. Оны сіздердің сайттарыңыздан көріп алса бола ма? Әрине, көріп алуға болады. Сайттарыңыз қалай аталады? kgd.gov.kz сайты, комитет көздіқоды. Жақсы. Біздің көрерменге колл орталықтары бар ма сіздерде? 14 телефоны. Тегін кез келген уақытта кеңес алуға болады, иә? Әрине. Ал қай кәсіпкерлер салықтан мүлде босатылады? Жаңа айтып өткенде, арнайы салық режимін қолданатын шағын бизнес өкілдері. Мысалы, жеке кәсіпкер ретінде тіркеу барысында өзінің салық режимін таңдайды. Ол оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі, патент негізіндегі арнаулы салық режимі және общеустановленный режим деп айтамыз, жалпыға бірдей тәртіптеме. Оның мерзімі бар ғой? Өз мерзімі және өзіндік салықтық ставкасы бар. Әр салық тәртіптемесі бойынша. Оны барлығын колл орталыққа хабарласа, толық мағлұмат алады. Толық мағлұмат алады. Жаңағы арнаулы салық режимі бойынша өзіндік шектеулері және өзіндік шарттары бар. Жеке кәсіпкерлер егерде бірнеше кәсібі болған жағдайда тек қана біреуіне ғана арнаулы салық режимін қолдана алады, және қызмет түрлері бухгалтерлік есеп, заң саласы, кеңес беру, акциз және мұнайды сату, сақтау, өңдеу және де сол сияқты жекелеген қызмет түрлері бар болған жағдайда олар оңайлатылған салық режимін қолдана алмайды. Мораторийға тек қана жаңағы упрощенный режим деп айтамыз, осы оңайлатылған салық режимін қолданатын кәсіпкерлер ғана жатады. Оларға салықтан босатылады. Осы 3 жылдың көлемінде 1 қаңтардан бастап 21 жылдың 1 қаңтарына дейін тек табыс көзін ғана салық есептіліктерінде көрсетеді, бірақ салық сомасына 0-дік көрсеткіш түсінікті. Біздің көрерменге тыңғылықты ақпарат бердіңіз деп ойлаймын. Сұрақтары болмайтындай. Жақсы.